Қайырлы күн достар, эфирде жауап қалайық. Бүгін бізде қонақта университет түлегі, университеттің 6-шы студенттік ректоры, Жас экономист жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы, қазіргі таңда университет ректорының жалпы мәселелер жөніндегі көмекшісі Дүйсенбаев Төрехан Ерсайынұлы. Елімізге қош келдіңіз. Біздің жобамыз бүкпесіз сұхбат, бүкпесіз әңгіме, бүкпесіз сырласу. Сондықтан да біз қойылатын сауалға сіз бүкпесіз жауап береді деген сенімдеміз. Сізге қояр алғашқы сауалым, маған 3 минутта өз өміріңіз туралы не айтып бере аласыз? Рахмет. Олай. Біріншіден осы бастап жатырған үлкен жобаңа сәттілік тілеймін, енді айтады. Өмір жасы ұзақ болсын дейді. Жобаңның бұл бастамасы болсын. Ағаннан осы жобаға келіп қолдау көрсететін, өзінің жеткен жетістіктерімен айтатын жастарымыз көп болсын. Біз тек басы болайық деген біледі. Енді өзім туралы айтатын болсам, өзімнің туған жерім осы Батыс Қазақстан облысы тұңғыштардың мекені дейді. Бөкей Ордасы ауданы, бұрынғы Искара, қазір Ұялы ауылында дүниеге келдім. Сонда 11 жыл сол ауылда білім алдық. Сонда өстік, өндік, әжеміздің тәрбиесін көрдік. Арман қуып, сол қалай кетсек болады, барлық оқушылар сияқты, барлық сол кездегі жастар сияқты әркімнің әртүрлі арманы болды. Біреуміз Алматыға түскіміз келді, біреуміз Астана қаласына түскіміз келді. Енді бұйырғаны бір қалауы осы Орал қаласына осы қара шаңырақ, киелі қара шаңырақ, талай дүлдүлдердің тәрбиелеген осы оқу орнына, осы Махамбет атындағы жоғары оқу орнына түстік. Енді жалпы өмір жолымда енді өзімнің отбасымда папам, мамам, әпкем бар. Сол 1994 жылы 10 шілдеде елбасының 6 шілде болса, мен 10 шілде, сол бір айда дүниеге келгенбіз. Басқа артық айтатын ештеңе жоқ. Өзімнің туған жерім туралы айтатын болсам, Бөкей Ордасы ауданы туралы. Оның тарихтарын барлығы біледі. Шын айту керек, тұңғыштардың мекені деп тегіне-тек айтпайды. Себебі Жәңгір ханның бастап салып кеткен сара жолы бар. Себебі тарихтан білсеңіздер, кейде бір Жәңгір ханды деген жалмауыз ретінде көрсетеді. Бірақ мен айтқым келеді, Жәңгір ханды осы Бөкей Ордасының кіші жүз хандығының дамуына бір себепкер адам. Осы жерде мен дүниеге келгеніме, осы ордада өзімді мақтанатамын. Біз сізді спортқа жақын адам ретінде білеміз. Спорт жанашыр ретінде танимыз. Енді өзіңіз оның ішінде шағын футболмен шұғылданасыз. Енді шағын футболда өзіңіздің рөліңіз шабуылшы ретінде үнемі алға ұмтыласыз. Оны білеміз. Енді осы өмірдегі ұстанымыңыз осыған сәйкес келе ме? Енді жалпы спортпен не айтқым келеді, енді әркімнің, әрбір жастың, әрбір ер азаматтың кем дегенде бір спортпен айналысу керек. Ол футбол болуы мүмкін, ол баскетбол, ол волейбол міндетті түрде. Себебі енді бана шабуылшы деп айтып жатсың, футболды барысында, енді ол өмірде деген жалпы спортта өмір сияқты ғой. Кейде жеңілесің, кейде жеңесің, кейде шабуылшы болуы мүмкінсің, позицияға байланысты, кейде қорғанушы да болуы мүмкінсің. Себебі өмірде де сондай нәрселер, мысалы үшін деген. Себебі әрқашан алда жүру деген сияқты болмайды. Себебі адам кейде құлау керек, кейде көтеру керек деген сияқты. Енді өмірлік ұстанымым, енді жалпы айтады ғой, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан деп жатамыз деген. Ең басты нәрсе осы дүниеге келген соң, сол өзіміздің өмірдегі жолымызды табып, бір тұлға ретінде қалыптасып, осы бір елге, бір халыққа бір пайдалы іс жасап, соны бір тұлға болып қалыптасу ең бір мақсатымыз, ең бір өзіміздің айтар ойымыз бар, өзіміздің бір сыйлайтын ортамыз болса, ең басты сол. Менің өмірдегі миссияның бірі сол. Бір студенттік шағыңызда ең қызықты сәт. Енді әкімнің жалпы айтады ғой,
студенттік болу үлкен бір мәртебе ғой, мақтаныш. Себебі деген студенттік өмірден шын айту керек, 4 жыл оқып, соның бір 4 жылында әрбір күні бір қызықты деп айтуға болады. Енді ең бірінші қызықты кезеңдер ол бірінші курста өтеді, жатақханада олар. Бір қызық оқиға есіме түсіп отыр, қазір айтып берейін. Общежитиедамыз, жатақханада. Бірінші курс біз. Сол таңертең тұрып, бөлмеде 4 бала жатамыз. Ақтаудан, Ақтөбенің және осы біздің Орал қаласының Қаратөбе ауданының баласы, 4 жақтан. Сол кезде бір күн деген сабаққа бәріміз кетіп қалдық. Енді өздерің білесіңдер, дәріс, лекция уақыты, дәріс. Таңертең деген тек қана ішіп кетеміз, нан, шай, онда да қара шай, қантпен араластырамыз, соны ішеміз. Содан сабаққа кетеміз. Содан общежитиеда енді таңертең ойда ештеңе жоқ, бәріміз тұрып кетіп қалдық. Содан деген бір сағат 11 шамасында екен, бана қасында тағы комнаттағы бала бар. Екеуміз неге келдік? Комнатқа келдік. Комнатқа келсек, комнатта мына тамашкин столымыздың үстінде қант пен шай болды. Сол төгіліп, бана басқа комнаттағы басқа баланың аяғына, шлюпкісіне төгілген ғой енді. Оны біз білмейміз. Комнатқа келсек, мына қасымыздағы комнаттас бала обойдың клейі бар еді. Соны алғанда аяқ киімдердің үстіне құйып тастаған ғой, бәріміздің. Сосын біз келсек, пол обойдың клейін құйып тастаған. Біз бана бөлмені обой ектеп, обой әкеліп қойдық клейімен. Сосын түсінбейміз, келсек деген ішке кіріп отырық. Сосын оны сұраймыз, анау қалаған түйіп алған бала деп, ашуланып тұр, анау мынау бірдеңе деп. Сендер неге менің аяқ киіміме обойдың клейін құйып кетесіңдер дейді. Сосын біз түсіндіріп жатырық, короче. Жоқ, біз обойдың клейін құйған жоқпыз. Бұл деген банағы қант пен шайды араластырғанда деген шырыш пайда болады ғой. Сол клей сияқты болып қалады. Ол ойлаған ғой, ана клейді алды да әдейі аяқ киіміме құйып кетті деп. Біз соны деген жарты сағат түсіндіріп, комнатта бала енді, соңғы әлімге дейін кездескенде не істегенде есіме алып айтамыз ғой, кезінде сөйтіп қызық нәрсе жасап едім ғой деген сияқты. Оны ол кезде енді бала сол комнатасы баламыздың деген бір енді ерте шешім қабылдап қойғаны ма, әлде бір бізге деген бір сенімсіздігі болды ма екен, әлде істейді деген сияқты. Содан сөйтіп сондай бір қызық жағдай болды. Төрехан сен ғой, енді студент шағыңызда жаңа айтып өттім ғой, студенттік ректор лауазымында болдыңыз. Оны өзім де куә келдім. Мен оқуға түскенде сіз енді студенттік ректор болдыңыз. Енді қазіргі таңда ректордың көмекшісі қыз лауазымдасыз. Осы студенттік ректор Төрехан мен ректордың көмекші Төреханның айырмашылығы қандай қазір? Енді студенттік ректор Төрехан мен студенттің ректордың көмекшісінің енді екеуінің айырмашылығы, ол мен былай айтар едім. Мысалы үшін студенттік ректор болып жүрген ол кезде көп қателеседі. Және де жасаған қателігіңді ол кезде кешіруге болады. Енді мүмкін айтуы мүмкін бір білместікпен жасалады деген сияқты. Немесе оның тәжірибесі аз ғой бұл баланың деген. Немесе бір үйренеді ғой деген сияқты. Өзінің әрбір жасаған қателігінен сабақ алып, соны келесіде қайталамауға тырысасың студент ректор кезде. Ал қазіргі ректордың көмекшісі болу деген ол біріншіден жауапкершілік. Шынымен де себебі деген университеттің бірінші адамы ғой. Соның қасында жүріп, оның қағаздары бар, немесе ол кісіге келетін хаттар бар, ол кісіге қабылдауға жазылған кісілер бар, және де жазылатын кісілердің барлығын бірдей мінезі бірдей болмайды. Ол кісілермен дұрыстап сөйлесе білу керексің. Немесе бана айтқандай келген хаттарға дұрыстап жауап бере білу керек. Себебі деген бана айтқан ол кездегі қателік сен мұнда жасай алмайсың. Себебі бір қателігін сен расымен жұмысыңа келтіруі мүмкін. Немесе сен бір жаңа өсіп жатқан жастарға жұмысыңа бір өзіңнің өмірлік карьераңа кесірін тигізуі мүмкін. Сол сияқты. Сондықтан да екеуінің арасы жер мен көк деп айтуға болады. Себебі деген біріншіден ол кезде тәжірибе болған жоқ. Бірақ студенттік ректор деген бір еркін шақта. Себебі деген барлық мүмкіндік болады. Сен жастармен бірге жұмыс жасайсың. Не істегің келеді, қандай жоба жасағың келеді, соның барлығын айналысасың. Себебі
артында деген 3000-4000 масса бар, артында поддержка беретін студенттік декандарың болады, солармен бірге несімесі болады. Қазіргі таңда енді ондай шарамен айналыспағанмен, жаңағыдай үлкен адамдармен дұрыстап қарым-қатынаста болуды үйренесің, өзіңнің бір өмірлік тәжірибе аласың бұл жерде жүріп деген. Енді Турхан Исламұлы, бізге белгілі, сіз 4 жылыңызды информатика мамандығында оқып бітірдіңіз. Ал қазіргі таңда енді магистратурада оқып жатсыз бізде. Мамандығыңыз мүлдем басқа. 4 жылыңыз босқа кетті деп есептемейсіз бе? Неге педагогика психология мамандығы? Ол өте дұрыс сұрақ, негізінен көбіне қойылатын сұрақтардың бірі. Себебі деген информатика мұғалімдік та. Мен бір нәрсені бірінші бұл мамандыққа не үшін келдім? Соны тоқталып өтейін. Бана айттым, сөздің басында бәріміз арман қуып Алматыға, Астанаға түскіміз келеді. Сол уақытта осы информатика именно мұғалімдік саланы таңдауына басты мақсатым біздің ауылда Серік деген ағайын болды. Мен информатикадан жалғыз мектепте сол кісі ғана біледі. Ол кісі болмаса, компьютер сынып қалса, ол кісі келмей компьютер жұмыс жасамайды. Бәріміз сол кісіге қарап отырамыз. Ол кісі үшін жеке жұмыс барысымен қалаға кетіп қалса, немесе сырқаттанып қалса, бәрі сол кісіге қарап отырады. Бір шешім бермейді. Сонда оқуға келген уақытта мен физика таңдадым, жақсы балл жинадым. Сосын менде таңдау болды. Алматыға түсемін, әлде Астанаға түсемін, әлде Жұбанов Ақтөбе өңірлік университетіне түсемін, немесе Оралға түсемін. Сосын келіп тұрдым да, бана мамандықтан тізім болды. Мен бірден Серік деген ағайын ойладым. Неге ол кісі жалғыз өзі информатикамен жұмыс жасау керек? Неге басқа адам жоқ деген сияқты. Ол кезде арман сол кісінің орнын басып, сол ауылға барып жұмыс жасау. Сосын бардым да информатиканы таңдадым мен өзім. Бірінші саған информатика мамандығын белгіледім. Содан түстім оқуға, Аллаға шүкір, себебі ешқандай өкінетін нәрсе жоқ. Сол информатика мамандығында оқып жүріп, көптеген қазір өзімнің мысалы куратор болып, Елдос деген ағайын, Сайфуллин Елдос деген. Әлі күнге дейін құрметтеймін, сыйлаймын, себебі нағыз өзінің мамандығының иесі. Сол кісілерден көп нәрсе үйрендік. Бірақ оқи келе, бана жастармен араласа келе, қоғамдық жұмыспен араласа келе, адамның өзі несі өзгереді. Бағыт өзгереді, басқа салаға қарай бара бастайсың. Бірақ қазіргі таңда мен айтайын, информатика таңдаған студент, маман ешқашан да өкінбейді. Себебі қазіргі заманның талабы. Және карантин кезінде оны дәлелдеп көрсетті де, себебі қазір заманауи технология, ол даже минут секунд сайын дамып жатырған салада, оны деген бүгін информатиканы оқыдым деп тоқтап тұруға болмайды, себебі оны игеру үшін күнінде ақпаратты қарап отыру керек, зерттеу керек, ол саланы деп. Ол сала күнінде әрбір пайдаланып жүрген телефонымыз, ноутбугымыз, видео, телевизор, бәрі информатика ақпаратты жүйелерді оны түгел игеру керек. Ал енді педагогика психология, негізі педагогика психология магистратура, мен банағы бакалаврда информатика екеуі тығыз байланысты нәрсе негізі педагогика деген. Себебі айтып келеді, мен екі мамандықта таңдағанда да өте бір өзімде бір мақтаныш сезім болады. Себебі неге педагогика психология деген адаммен жұмыс жасайсың, адамның жан дүниесімен жұмыс жасайсың. Психология деген маман сондай, ол тұнып тұрған үлкен бір өзі бөлек ғылым да, оның деген. Қазір мысалы үшін бана айттым, техника болса ол информатика саласы. Ал егер психология болса адамның жан дүниесі де, мысалы үшін адам жан дүниесі. Қазір заманда неге, қазір менің бір қызыққан себебім, кейбір адамдар жетістікке жетеді, мықты жетістікке. Кейбір адамдар жетістікке емес, даже бір өздерінің өмірінде бір кішкентай болса да бір қадам жасамағанда кейбір адам. Сол мен кейде ойлаймын да, неге ондай адамдар солай, адам неге кейбіреу жетістікке жетеді, немесе кейбіреу жетістікке жете алмайды деген сияқты. Немесе кейбір адамдар стресске күнде бір негатив пікірмен жүреді. Адамдарды кейбір адамдар да өмірге көңілі толмайды. Бір сұрасаң, бір жағдайды сұрасаң, анау жаман, мынау жаман, күні. Ал кейбір адамдар бар, позитивный түрде жүреді. Өмірге деген құштарлығы сонша, ананы көріп риза боласың. Мынау бір керемет адам екен. Өмірге деген көзқарасы бөлек деген сияқты. Сол себептен бір соның барлығы мен бірден оқу бітіргенде магистратураға түскен жоқпын. Бір 2-3 жыл уақыт болды менде деген. Сол уақытта менде таңдау мүмкіндігі болды. Мен мысалы үшін математикаға барам ба дедім, немесе тағы басқа салаға барам ба дедім. Бірақ ойланып келіп, соңғы 3 жылдан кейінгі магистратура тапсырғанда менде бірде ойда болды. Себебі қазір заман талабы осы сала психология педагогиканы игеруім керек. Себебі деген мен осы қазіргі таңдағы заманның қарап отырсаңыздар, адамдардың психологиясы, адамдардың деген өзгеруі,
казетаңда деген бана кішкене болса да адамдардың жан дүниемен жұмыс жасағым келді де, сол үшін осы саланы таңдадым. Енді әлі бітірген жоқпыз, бірақ бітіргеннен кейін де осы саланы жалғастырғым келеді. Жаңағыдай информатиканы да ешқашан да ақпараттық технологиялар оны да ұмытпау керек. Ол міндетті түрде 4 жыл білім алдық. Екіншісі педагогика психология екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан да екеуінен де ажыратып келмейді, бірге тығыз байланысты. Қазіргі уақытта жастар саясатында рөліңіз қандай? Енді қазіргі таңда деген қалай айтсақ болады, жастар саясаты деген ол негізі айтады ғой, жастарды саясатпен араластырмау керек деп айтады бірге. Енді қазіргі таңда мен өзімнің рөлім енді белгілі бір рөлім бар деп есептеймін. Себебі енді қазір бір қоғамдық жұмыспен өте бір жоғары деңгейде айналыспаймын. Оны бәрі көріп жүр. Себебі неге? Себебі бағана айттым, магистратура. Енді ол сылтау емес магистратура. Себебі бірақ одан да басқа жеке шаруалар бар, өздеріңіз білесіздер. Енді қазір заман талабы тек қана бір маман иесі болып қалмау керек. Себебі магистратураны қазіргі таңда бағана айтқан ағылшын тілі курстарында оқып жатырмын. Одан бөлек өзім жеке кішкене кәсіптеріммен де айналысуға көңіл бөліп жатырмын. Сондықтан да енді жастар саясатымен айналысу деген сөз ол тек қана қоғамдық жұмыспен айналысу деген сөз емес. Себебі жастар саясатымен айналысу тек қана оның ішінде кәсіппен де айналысып септігін тигізуге болады. Мысалы үшін онымен қосып бағанағы өзіңнің бір болашақ жетістікке жетіп бір салада сонымен бұнда бір жастар арасында өзіңнің орныңды қалыптастыруға болады. Енді белгілі бір уақытта, мысалы үшін студент кезімізде жастар саясатында бір үлкен өзіміздің рөліміз болды. Аллаға шүкір, қазір де бар. Енді ешқандай бір жоқ деп айта алмаймын. Ақша табу басты мақсатыңыз ба? Осы ақша табу мәселесінде негіздеген қазіргі таңда көптеген кәсіпке байланысты не көп тренингтер көп кәсіпке байланысты, ақша табуға байланысты да. Негізі бұрын біздерді тәрбиелегенде бәрімізге тәрбиеледі үйде деген ақша деген адамды бұзады деген сияқты, ақша қолдың кірі деген сияқты. Негізі бұл жағынан ол дұрыс тәрбие болды. Себебі деген да көбімізге септігін тигізді, кейбіреулерім дұрыс түсінбей қалған шығар ол нәрсені деген. Бірақ негізі ақша деген нәрсені жалпы ақша деген нәрсе мүмкіндік ретінде қарау керек те негізі. Дұрыс. Енді ақша табу мақсат емес, бірақ ол сенің саған деген бір қоғамдағы бір бөлшек қойып алатын рөл ғой. Себебі деген ол просто өзіңіз ойлап қараңыз, ақшасыз қазір кім өмір сүреді мына заманда деген. Сондықтан да мен айтқым келеді, әрбір адам кәсіппен айналыссын, өздерінің бір саласы болсын, сол саламен айналысып, әрбір қазақ бай болу керек дейді ғой. Бай болып, ақша тауып, өздерінің жағдайы болса, мынандай сөз бар да қазақта, көшің байыса қуан дейді. Саған ештеңе бермегенмен сенен ештеңе сұрамайды дейді. Сол сияқты әрбір қазақ бай болу керек, әрбір кәсіппен айналысу керек, ақша табу керек. Махаббаттың бар екеніне сенесіз бе? Сенемін, махаббатсыз өмір болмайды ғой. Махаббат әлде мансап, қайсысын таңдадыңыз? Махаббат. Қыз бен жігіттің арасында достық бар екеніне сенесіз бе? Сенемін, болады. Неге? Енді біреулер айтады ғой, бұл достық болмайды, немесе жігіт ұнатуы мүмкін, қыз ұнатуы мүмкін деген сияқты. Менің ойымша болады. Себебі өзімнің бар араласатын дос қыздарым да бар. Ешқандай жоқ, арамызда махаббат ештеңе жоқ. Жай доспыз. Сізде бәрі бар. Лауазымыңыз бар, атқарып жатқан жұмысыңыз бар, бакалавр мамандығын бітірдіңіз, магистратураны биыл тәмамдайсыз. Барлығы бар десе болады. Шүкір. Осындай барлық түгел жігіт осы уақытқа дейін неге бойдақ жүр? 365 күн болса жылына деген соңында 365 күніне ойлайтын сұрақ сияқты болса. Мен бойлап, тойлап жүрмін әлі жалғыз. Бойлап жүр деген сияқты. Енді қалай айтсақ болады, біреуге ерте біреуге кеш береді дейді енді. Бір қалай махаббаттың енді бұрын бұл жерде айтып кету керек, енді жақсы көрген қызымыз болды. Бірақ енді қазіргі таңда сөзін ашты керек, ешқандай бір өзімнің ұнатқан қызым жоқ. Қазіргі таңда енді қалай айтсақ болады, енді жігіттеше айтқанда қараватық деген сөз ғой, өзіңізге айтқанда. Бұйырса бола жатар енді. Достарыңыздың ортасында лақап атыңыз қандай?
достарымның махаббатын көбіне төке деп айтады көпшілігі. Сосын мектеп кезінде тоқаш деп айтады. Соңғы оқыған кітабыңыз жөнінде және де жастарға бір пайда келтіретін қандай кітаптар бар айтып өтсеңіз. Жалпы соңғы кезде оқып жүрген кітаптарым, соңғы осы бір жыл курсында бизнес саласы бойынша кітаптар, кәсіп бастау жөнінде, оны қазіргі тренд деп айтуға болады да, қазіргі қоғамның бір талабы сияқты, себебі деген қазір әлеуметтік желі ашсаңыз деген бәрі бизнес деген сияқты. Бірақ оның бір жағынан адамдар кейде біліп айтады, бұл жеңіл ақша табудың жолы деген сияқты. Немесе кітапқа байланысты келгенде әрбір азамат, әрбір жас негізі күніне бір 20 минут уақытын кітапқа арнау керек. Ол мейлі кәсіп туралы кітап болсын, ол мейлі қазақтың тарихы туралы кітап болсын, бұл мейлі әлемдік туралы бір әлемдік ғалымдардың кітабы болсын. Бірақ міндетті түрде бір өзінің саласын, өзінің уақытын сондай кітапқа арнау керек. Енді мен соңғы кезде оқыған кітаптарым Қуаныш Шонбайдың екінші роман кітабы, сонымен қатар ол кісінің Құпия деген кітабы, сонымен бірге Ақылды қалта деген кітап оқып жатырмын. Сонымен қатар Омар Жайылдың Қарекет деген кітабын оқыдым. Ең соңғы оқыған кітабым Ник Уич деген Өмірде шектеу жоқ деген кітап бар. Себебі ол кісіне мен шын айту керек, Ник Уич деген екі аяқ екі қол жоқ, өмірге солай дүниеге келеді. Бәрі әлемдіктегі көптеген бизнесмендердің ол бір кумирі деп айтуға болады. Өзінің айтады ғой, ортасын таба алмай жүрген, өзінің бір қай бағытқа барарын білмей жүрген жастарға осы бір кітапты оқыса, мен айтамын, еш өкінбейді. Ол ағылшын тілінде де бар, орыс тілінде де бар, қазақша тілде де бар, керемет аударылған, ішіндегі керек жерлерін міндетті түртіп қою керек. Және түртіп қойғанмен мынандай кітап оқуында өзінің бір негізі, ода бір ғылым, шын айтып кітап оқу деген. Біз кітапты ойлаймыз, біреу айтты, мен мына кітапты бір айда бітіріп тастауым керек дейді. Оқу бөлек, оқығаннан кейін біреу кітап оқығанда көп адамдар қарасын біреуге ақыл айту үшін оқуы мүмкін. Мысалы, біреу айтады, мен осы кітапты оқиын, сосын кішкене көп білгенімді ертең достарыма айтамын ғой деген сияқты. Жоқ, ол жерде адам өз үшін оқиды. Соны бірінші түсіну керек те. Сен өзің үшін оқисың кітапты, және де оны сенің мақсат ол кітапты сен бір айда екі айда бітіріп тастау емес. Сен оқып шық бір рет. Сосын бір белгілі уақытқа кейін екінші рет оқы. Ол уақытта сен біріншісіне түсінбегеніңді екінші оқығанда айтасың, мына жерде түсінбеген екен, былай айтайын, мен бұны өмірімде қолданайын деген сияқты. Өзің үшін. Екіншіден, болашақта сен мысалы үшін балалың болады, немесе әке сен не істедің деген уақытта сен бізге бір ақыл айтшы дегенде сен айтасың, мына кітапты оқы міне. Осы кітаптар жазылған. Немесе сол кітапты ойлап отырып сен айту мүмкінсің. Былай бар деген сияқты. Сондықтан айтуым керек, кезінде елбасының да сөзі бар, кітапқа байланысты айтқан. Болашақта компьютердің алдында отырғандарды кітап оқығандар озады дейді. Бірақ бұл жерде деген тек кітап оқи беру деген сөз емес, екі саланы да меңгеру керек. Компьютердің саласына мықты меңгер, ақпараттық технология және де кітапты да оқы, екеуін бір-бірімен байланыстыр да қазіргі таңда соны өмірде қолдана білу керек деп ойлаймын. Сондықтан да жастарға айтқым келеді, мына айтып өткен кітаптардың барлығын оқу керек, және тек қана бір кітап емес, көптеген мықты кітап оқитын азаматтарды қарасаң, жылына 500 кітап оқитындар, 100 кітап оқитындар. Мақсат ол кітаптың санында емес, мақсат қандай кітап оқыдың, сапасына байланысты. Сен бәлкім мынандай бір керемет сөз бар, біреулер 1000 кітап оқыса да өзінің кітабын таба алмауы мүмкін. Біреулер 50 кітап оқиды, бірақ ішінен өзінің кітабын тауып алады. Менің өмірімдегі бір кітап деген сияқты. Сондықтан да қазір не көп, әлеуметтік желіде ақпарат көп, мүмкіндік көп, кім қандай кітап оқығысы келеді, соны оқу керек, соны өзінің саласына байланысты, немесе өзінің мен болашағымды осы кітаппен байланыстырамын деген сияқты кітаптарды таңдау керек. Немесе міндетті түрде айтса, біз менен де сұраса, сізден сұраса, мен айтып беремін, мынандай кітап оқыңыздар деген сияқты. Рахмет. Жалпы тұрғыда Төрехан Есенұлы, сіздің ізіңізді басып келе жатқан жас буынға бір ғана кеңес айта алатындай болсаңыз, не айтар едіңіз? Бір ғана кеңес, мен айтқым келеді, жалпы біз қазақтың тәрбиесін көрген азаматтарымыз ғой. Қазақтың тәрбиесінде сөз бар, обал болады, ұят болады, сауап болады. Үш ақ сөзбен тәрбиелеген ғой негізі. Енді мен айтқым келеді, қазіргі жастарға, өсіп жатқан жастар, олардың түсінігі де басқа, қоғамға деген көзқарасы да басқа. Расымен де. Себебі оларда шектеу жоқ. Не мен істегім келеді, сол нәрсемен айналысады. Нені жасағысы келеді, жасайды. Қай жерге барғысы келеді, барады, бар мүмкіндік бар. Бірақ бізде кейде олар
оны сол жаңағы өсіп жатқан жастарымызға шектеу мүмкіндік көп беріп қоямыз да, бір шекарадан шығып кетіп жатады. Сондықтан айтқым келеді, ең бірінші нәрсе ол ата ананың алғысын алу керек. Ата ананың алғысын, ол барлық жерде айтылған себебі ата ананың алғысын алмаған бала ешқашан жетістікке жете алмайды. Міндетті. Сондықтан мен асында өсіп жатқан інілерімізге де айтатын нәрсем, сол ең басты нәрсе өздеріңіздің мына ата аналарыңызға жаман әдетті келтірмеңіздер. Ең сол абыройдан ешқашан түспеңіздер деген болды. Оқыңыздар, білім алыңыздар, тек қана бір ғана саланы игеретін заман емес қазір деген. Немесе мен осы мамандықты оқыдым, мен сол мамандықпен жүруім керек деген сияқты. Қазір көптеген сала бар, соның бәрін игеру керек. Соның барлығына себебі біз дамимыз десек, біз ертең Қазақстанды мықты көбейтеміз десек, біз сияқты жастардың қолындағы нәрсе ол. Ертең бізге шетелден келіп біреу біздің елімізді дамытып бермейді, шетелден келіп басқа бізге өзімізге келіп үй салып бермейді, немесе біздің болашағымызды жасап бермейді. Сондықтан да қазіргі мүмкіндіктердің барлығын пайдалану керек, жасап отырған мүмкіндік. Себебі енді бір 10 жылда мен ойлаймын Қазақстан керемет деңгейге үлкен бір жоғары бәсеке мықты бір ел боламыз деген ойдамын. Оның барлығына жеткізетін осы інілеріміз, біз бен сіздер. Сондықтан да оқу керек, білім алу керек, ешқашан ата-ананы қалдырмау керек. Түркәншеңе көп рахмет. Бізбен ой бөлісіп, сыр бөлісіп, жастарға ақыл кеңесіңізді білдіріп, уақыт бөліп студиямызға келіп жатқаныңызға сізге алғыс білдіреміз. Сізге рахмет. Жұмысыңызға тек қана табыс тілейміз. Және де биыл бітіретін магистратураңызда магистрлік диссертацияңызды жоғары нәтижеде қорғап шығуыңызға тілектеспіз. Көп рахмет. Сізге де рахмет. Енді басында айтқандай, жобаның басы болмасын, соңы да болмасын, тек осылай жоғары деңгейде жалғасын таба берсін. Құрметті достар, осымен біздің бүгінгі эфиріміз аяқталды. Бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін төмендегі батырманы басу арқылы каналға жазылыңыздар. Және де қоңырау батырмасын басу арқылы біздің жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар. Лайықты жауапқа лайкты аямаңыздар, достар.